көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз және де шымылдықты жабамыз. Ал, үміткердің таңдауы кім? Мерей, Гүлвира. Тағы Тимур! Юля ханым деп жатыр. Болат деп жатыр. Айжан мен деп өзін көрсетіп жатыр ендеше. Кезекті үміткердің таңдауы. Болат. Қалыңыз қалай болады? Жақсысыз ба? Жақсы, аман сен. Дайынсыз ба? Шақырамыз ба үміткеріңізді? Шақырайық. Жақсы, ендеше Болаттың үміткері келіңіз. Сұлу қыз келді студиямызға, танысайық. Ал, есіміңіз? Алия. Алия. Алия, жасыңыз нешеде? Жасым 18-де. 18-де, сіз қай жақтың тумасыз? Алматыныкімін. Неге Болатты таңдадыңыз? Болаттың мужественности, то, что он смело, понравился. Сәл қатты сөйлейсіз бе? Болаттың мужественность, то, что он смело, вот этот понравилось. Батыл жігіт сияқты, иә? Болат, сұрақтарыңыз қой беріңіз. Что это? Орысша түсінбейді. Сақ болыңыз, дұрыс естіп қалып жүрмеңіз, әзіліңіздің. Иә, қазір сол видео отырмын, барынша бүйтіп жасап. Алия, қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніме өте қуаныштымын. Ең алғаш сіз айтыңыз, мен құттықтаймын. Рахмет, бірге. Және де сіз жаңа естімей қалдым, қай қаладан келдім дедіңіз? Алматыныкімін. Алматыныкісіз ба? Толыққанды отбасыдан шыққансыз ба? Иә, толыққанды отбасынан шыққанмын. Үйіңізде қанша адам, қанша ағайыныңыз бар? Мен жалғызбын. Ата-анаңыздың біле ме келгеніңізді маған? Иә, біледі. Көзқарастары қалай, жалпы үлкен кісілер енді біледі ғой, енді адам таниды ғой. Қандай кеңес берді деген сияқты? Жоқ, жалпы қарсы емес. Мені осы әлеуметтік желіден бақылап келдіңіз бе, әлде бұрыннан танитын бе едіңіз? Иә, әлеуметтік желіден бағалап келдім. Руыңыз кім болады? Руым Албан. Албан? Қуанышты. Менікі Суан болады, ұлы жүз. Сіз қай жылғысыз? 2007. Не болды? Болат. Көмек керек па сізге? Балауса ханым, көмекке келейінші. Кеше 21 жастағы үміткер келіп еді, бүгін одан да жасы келіп жатыр да. Енді сұрақ қойғым келіп отыр. Үйінде жалғыз қыз екен, болашақта енді Болат бізде Шымкенттің баласы ғой. Сол сіз Шымкентке баруға дайынсыз ба? Ата-анаңыз осы жақта тастап, төркініңізден алыс жаққа? Негізі қарсы емеспін. Және де бізде мысалы болашақта енді бәрі дұрыс болса, енді менің көзқарасым оң да, баланы, мысалы үлкен баланы беру тарапынан көзқарасым қалай болатын еді. Енді мен өзімді әке-шешем болған екен, орныма қойып көремін да. Бірінші баланы мысалы беру тарапынан көзқарасыңыз қалай болатын еді атқам. Енді ол кісілер бәрібір ертең қазір өз-өзін алып жүре жүр, бірақ енді жасы келе бәрібір оларға да бір күтетін адам керек қой деген ғой. Жалпы қарсы емеспін, мен өзім ата-әжеммен өскенмін. Негізі Болат жасыңыз нешеде еді? Толық? 30. 30. 30-да сіз бірақ жасын естігенде неге қатты таң қалдыңыз? 2007-мін дедіңіз, иә? Иә. Енді негізі 18-ге толса болды ғой, бірақ десе де өзімнің қарындасым бар да, 2006 жылғы сол кішкене өзім қойып көрдім да, қарындасыммен жасты екен, мүмкін андай үлкен қылып қалмайын ба деген сияқты. Өзіме бір сенімсіздік емес, бірақ енді махаббат болып жатса, махаббат жасқа қарамайды ғой, десе де. 12 жас па? Есепке жоқпын мен негізі. Балауса ханым, Алия, қош келдіңіз. Қуыршақтай прям кукла қыз келіп отыр деп ойлаймын. Бірақ мен өткен жолы сұрап үлгермедім. Тым жақсы қыз келді. Бірақ қайтарып жібердіңіз да, не себепті қайтардыңыз? Әлде сізде қорқасыз ба осындай жас қыздар сізге келсе? Жоқ, бір жас қыздар дегенде мен қатты бір кәрі қылып жібердіңіздер ғой, ондай емес.
Ол жерде просто келген кезде шымылдық ашылған кезде ол қыздың енді келген үміткерді бір жамандап неткім келмейді. Қолын созған кезде кішкене беріп неткен жоқ. Енді ол кісінің көңіл күйі болмады ма білмедім мен де. Кішкене маған бір жүзі нелеу болды да, маған бір қинап алып келген амса отырды да. Сондықтан да қиналып тұрған болса қайта берсін деген сияқты алдым да. Алия, сіз немен айналысасыз? Қандай жұмыс істейсіз? Немесе оқисыз ба Мен бір жерде? оқимын. Қандай мамандық иесісіз? Тіс техник, стоматолог. Балауса ханым, қош келдіңіз. Алия, өте әдемі қыз екенсіз. Жаңа мен негізі Болатқа қарап отырмын да, бір үміткер келді, туй деп бір желанияң жоқ сияқты болып көріп, бір ешқандай ынтаң жоқ та үміткерді күтуге. Және бір сұрағында қалып қалдым да, толыққанды отбасыдан шыққансыз ба деп, саған сол маңызды ма негізі? Маңызды. Неге? Мысалы, ата-анасының әкесі болмаса, анасы болмаса, сонда қабылдамайсың ба? Жоқ, ондай әңгіме болған жоқ. Бірақ енді әр өзінің, ер азаматтың өзінің бір белгілі бір білетін нәрселері болады да. Мысалы, қазір мен айтсам, қазір бүгін халық шулауы мүмкін, сіздер шулауларыңыз мүмкін. Бірақ енді мен олай айтқым келіп тұрған жоқ. Маған аса бір маңыз жоқ негізі ата-анасы бар жоғын. Бірақ енді өзім үшін біліп жүретін бір ақпарат ретінде сұрап жатқан жайым ғой. Болат негізі сөйтіп, оп-оңай қашып кетпесең, негізі шынымен ішіңде бар нәрсені айту керек сияқты бұл жерде. Біреулерге шынымен маңызды болады да, жаңағы ата-анасы толық отбасыдан шыққан ба, ертең өткені сенің де енді әке-шешең бар ғой, сол кісілер жаңағы төс қағысы келеді, құдағи болғысы келеді деген сияқты әңгімелерді айтады мысалға. Одан кейін қыздың тәрбиесіне байланысты да түсініктер бар, жаңағыдай қандай тәрбие алды деген нәрселер бар. Соның бәрін негізі мынандай халықтан қорқып емес, маска киіп емес, лучше ашық айтқан дұрыс деп ойлаймын да. Мен ата-анамның қалай көзқарасы екенін білемін, сондықтан да оның мысалы құдаларын бар жоғы, ол кісілерге маңызды емес деп келген. Онда не үшін маңызды саған? Мен үшін маңызды. Не үшін? Енді ол сұрақ барысында қызды ашқым келді, мысалы толыққанда қазір қарапайым халықта көріп отыр ғой, соған байланысты пікірлер пайда болады деген сияқты. Өзіме де қазір сұрақ танысу барысында да көрем, сондықтан да маған маңызды болып тұр ол. Болаттың не себепті үміткер қабылдауға құлқы жоқ? Оған бір себеп бар ма, әлде басқа біреу бар ма? Білмеймін, жарнамадан кейін бірге білетін боламыз. Көрермен, жарнамадан оралдық, шымылдық әзірге жабық, бәлкім шымылдықты ашып алып сөйлесек, көңіл күйіңіз көтеріліп қалар. Жоқ, көңіл күйім күшті, мен негізі бәрі ойлап жатқан жар. Бізге басқашалау көрініп жатыр енді. Жоқ, жақсы. Кешегі Болат жақсырақ еді әлде қайда. Қайсы Болат? Болат қайтып кетті үмітке қарай. Болат қайтып кетті. Ашайық? Ашамыз, иә? Жақсы. Ендеше шымылдық ашылсын. Қасымнан кетпеші, I love you baby, сөзіме тек сенші. I love you baby, бағымсың берілген, I need you baby, болшы тек менімен. I love you baby, let me love you baby. Шымылдық ашылды. Ал, және үміткер алмасып Зарина келді. Зарина, қош келдіңіз. Болат? Әсеріңіз, Болат? Қош келдің. Мен шок состояниеде тұрмын кәдімгідей. Қош келдің. Мені таңдап келгенге рахмет. Зарина, мен үміткер болып барайын деген болатын. Және одан кейін енді қатысушылар бәрі бірден танып қояр деп басқа ару келген еді. Және ол қызға көп рахмет. Дәл қазір көмектескен болатын. Заринаның құрбысы Алияға көп рахмет. Зарина, қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Жақсы, қалайсыздар дегім келіп отыр. Және де бүгінгі күн баршаңызға
айтып мерекесі баршаңызға құтты болсын деп. Болат настроениесі күшті болып тұрған сияқты. Бана 2 күннен бері, кеше бір 2 күннен бері көрдім да, настроениесі болмай отыр да, содан кейін кішкене өзім барайын настроениесін иә, сол настроениесін көтерейін деп өзім таныса қояйыншы деп келген едім. Доп деп қайтайық деп па? Кездесуге енді неге поляға барып доп деп едім болды ғой. Енді Зарина, өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, және Болатқа негізі осы жерде болғанда көзіңіз түспеді, әлде уақыт өте келе ойландыңыз ба? Негізі біз Болат екеуміз вайбымыз кәдімгідей келеді, сөйлеген сөздеріміз, нелеріміз, бір-бірімізді түсіне аламыз да. Сол себепті мен Болатқа келген болатынмын өзім. Солай ма Болат? Иә, мен өзім шынымен таңғалып тұрмын, бірақ анау енді мен көп болған жоқ едім ғой, санаулы уақыттан кейін шығып кетті да. Бірақ бір-бірімізге деген андай бұл қыз тараптан да бір болады ғой, енді байқайсың, ондай байқаған жоқпын да. Соны қазір таңғалып қалай ол. Бірақ әңгімеміз жарасты шыны керек. Өйткені алғаш рет келген кезде, мұнда отырған кезде әлі есімде, ең бірінші сөйлескенім осы Заринамен болды. Өйткені өте көңілді қыз болды, сондықтан да әңгімеміз жарасты деп айта аламын. Оны иә қолдай аламын. Балсыхан. Осы жерде Болатқа енді мен Instagram желісінен подписымын ғой. Енді Болат заметкина жазып жүргендерін көріп жүрміз. Осы жерде бір қызды ұнатасың, бірақ ол қызбен бола алмайсың деген нәрсені жазып еді. Сол Зарина ма? Зарина туралы жазған бе едің? Жоқ. Ойыңда басқа қыз бар ма сонда сен? Жоқ, ол не бойынша жаздым? Ол басқа жазылған еді ол жерде. Жоқ, мына бүйтіп жазылған еді ол жерде. Иә. Өкініштісі, керек емес адамдарды не үшін ұнатып қаламыз деп жазылған еді ол жерде. Дәл солай болды. Және қатысы бар ма? Жоқ, ортадағы не бойынша айтқандығым, негізі бізде іштегі атмосфераға байланысты. Қазір бізде айтып жатыр ғой, мынаны ұнатпаймын деп. Қанша жерден жек көріп тұрса да, ұнатып жүрген жанды көрдім да мен. Балсахан айта кетейінші. Біз далаға шығып бір әңгімелескеніміз бар болатын, мен Диас Болат үшеуміз. Сол кезде бір Болаттың Айдана туралы айтып қойғаны болатын. Сол кезде мен еще сұраған болатым, неге көрмеске деп, қатысушылардың арасында да біріне-біріне қарым-қатынас құрып жатқандар бар ғой деген кезде Болаттың жауап берген сөзі бар болатын, ол қыз мені жұтып қояды-ау деген. Түсінгеніміз бойынша бұл екеуінің де, яғни Болаттың еш нәрсе шықпайды деп айтқаны шығар? Иә, маған ол ұнайды дейді, бірақ мен қорқам дейді, ол қыз мені жеп жұтып қою мүмкін деген сияқты. Мен ондай әңгіме айтқан жоқпын, білмеймін. Айтқансың Болат. Болат, түсіндіре кетсеңіз, түсіндіріңіз. Жоқ, өзім таңғалдым да, ондай әңгіме болған жоқ. Айдана керемет, жақсы қыз деп сұраған адам бәрін айтамын, бірақ жұтып қояды деп мен өзімді неғым келмейді. Жоқ, білмеймін, бірақ ондай әңгіме айтқан жоқсың. Бірақ мен үміткерімді жыласаңыздар, сондай әңгіме айтпасаңыздар. Жоқ, мен болған жағдайда айтып отырмын, Болат, қазір мен өтірік шығып отырсың. Жоқ, негізі Айданаға сезім бар ма? Енді жаңа айтып жатыр ғой, Айдана деп, Айданамен бір деме бар ма орталарында? Жаңа Instagram желісіндегіні айтып жатыр ғой, бәрі сонда белгіліп. Негізі, бір жанға арнап жазғаным бар, рас, өтірік айтпай қойын. Баласа ханым? Осы жерде отырған бір жанға? Барлық оны ол адам ұнатады, сол адам қарап жазғаным рас. Ол Аян деп ше. Жігіттер, осы жерден тоқтатайық. Былай сұрақшы, білмеймін енді, біз кішкентай ұл қыз емессіздер, олай бір ауыз сөзге бола, сезім бар, бір кәмпитке бола, көңілі бар деп айтқан дұрыс емес сияқты. Сондықтан да сырласуға баруға қалай қарайсыздар деп сұрамастан бұрын дәл қазір Диас пен Ақбөпені шақырып алайын. Таныстықтар бастала ма жоқ па? Өздерінен сұрап білейік. Не айтады екен? Таныса алды ма, сөйлесіп үлгерді ме? Таныстық бастала ма? Әрине басталады. Күшті сырластық. Иә, ақ розаны қайдан тауып алдыңыз? Амал тапқан жігіт бәрі істейді ғой, иә. Жақсы, таныстық жалғасады. Өте қуаныштымыз. Иә, келгеніңізге көп-көп рахмет. Сізді шығарып салайық. Және алдағы уақытта жақсы кездесулер ұйымдастырады бұйыртса Диас. Иә, шығарып салайық. Иә, Диас шайға қойыңыз. Болат, сырласуға баруға қалай қарайсыз?
иә барайық сырласайық. Зарина екеуіңізді сырласуға шығарып салайық. Барып тілдесіп сөйлесіп қайтыңыздар. Пока.